Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Наполеон рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен тоңазытқышта 2 сағаттай тұрған сары майды үкіштен өткізіп аламыз. Енді електен өткізілген ұнның үстіне майды салып араластырамыз. Салқын суға жұмыртқа мен сірке суды қосып, ұнның үстіне құйып қамыр илейміз. Қамыр илеген кезде ұзақ уақыт араластырмаймыз, өйткені май еріп кетеді. Одан коржымыз қатты болып қалады. Қамыр дайын болды. Енді 10 бөлікке бөліп, бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Енді әр бөлікті диаметрі 20 сантиметрдей етіп жайып шығамыз. Қамырдың үстіне пергамент қағазын төсеп жайсаңыздар, ол жабыспайтын болады. Кальцонның көмегімен кесіп шығамыз. Артық шеттері беттің сәндегенге керек болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 7-8 минуттай пісіреміз. Қалғандарын да дәл солай жайып шығып пісіріп аламыз. Енді заварной крем дайындайтын боламыз. Ең алдымен сүтті кастрюльге құйып қайнатып аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа, қант және крахмалды венчикпен араластырамыз. Бір келкі масса болғаннан кейін үстіне ыстық сүтті аз-аздан құйып шығамыз. Енді массаны қайта кастрюльге құйып, баяу отта қоюланғанша араластырамыз. Міндетті түрде жиі араластырып тұру қажет. Қоюланған соң астын өшіріп, бөлме температурасындағы майды салып араластырамыз. Енді суу үшін бөлек ыдысқа құйсаңыздар да болады. Мен осы ыдыста суытамын, бетіне пищевая пленканы в контакт жабамын. Бөлме температурасында суыған соң міндетті түрде тоңазытқышқа 2-3 сағатқа суытамыз. 33% сливкемізді формасын ұстағанша миксерлейміз. Корждарымыз да толықтай суыды. Сливкеміз бен заварной кремімізді араластырамыз.
Кремimiz дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Астына бір қасық крем салып, бетіне корждарды қойып, жинап шығамыз. Корждан қалған артық бөліктерін бетіне әсемдегенге қолданатын боламыз. Тортты жинап болған соң бетін пресстеп қойса да болады. Артық кесінділерін блендер арқылы үгітіп алдым. Торттың шет жақтарына да крем жағатын боламыз. Бетін әсемдемей тұрып, негізі тоңазытқышта 5-6 сағаттай тұру қажет. Менде торт тоңазытқышта 1-ақ сағат тұрды. Бетін қалауыңызша сәндесеңіздер болады, креммен немесе жидектермен. Торттың дәмі өте ерекше, нәзік, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұлымның қуанышында шек жоқ. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.